Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айган Бұлбиева. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен 9-шы сынып химия 15-ші параграф химиялық реакция жылдамдығына әсер ететін фактор тақырыбындағы 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші және 1-ші, 2-ші есептердің жауаптарымен бөлісетін боламын. 59-ші беттегі орналасқан тапсырмалардың барлығы. Енді бұл жерде бірінші сұрақ бойынша реагенттер концентрацияның әсер ететін фактор, яғни реакция жылдамдығына температураның әсері болады. Әрекет етуші заттар табиғаты, яғни осы үш фактор бізге реакцияға әсер етеді екен. Одан кейін екінші тапсырмаға келетін болсақ, екінші тапсырма әрекет етуші заттардың табиғаты, яғни магний қосылған H2S4, магний нәтижесінде магний С4 қосылған сутек бөлінеді. Темірге күрт қосқанда темір сульфаты және сутек газы бөлінеді. Ә тапсырмасында концентрация әсер етеді, яғни көмірге оттек қосып СО2 газын алады екенбіз. Б тапсырмасында температура әсер етеді, яғни темір мен H хлорды әрекеттескенде темір хлориді және сутек газы бөлінеді. Үшінші тапсырмада әрекет етуші заттарының жанасу бетінің ауданының өсуі болып саналады. Енді бізде номер 1-ші есепке келейік. Температура 10 градусқа арттырып отыр, және V2, V1 2-ке тең. Температураның 1 200 және 200 градус, және V2, V1-ді табатын боламыз. Бұл жерде Ванков формуласын пайдаланамыз. Сол кезде бізде 2 шықты. Енді жылдамдықтарын табатын болсақ, 200-ден 100 азайтып 10-ға бөлеміз, 2-ның 10 дәрежесі шығады. 2-ның 10 дәрежесі бізде 1024 есе болып саналады. Яғни есептің жауабы 1024 есе. Екінші есепке оралатын болсақ, температураны 10 градусқа арттырамыз. V2, V1 3-ке тең, T1, T2 150-200 градусқа тең, яғни V2 мен V1-дің қатынасын табу керекпіз. Керекті формуланы жазып аламыз. 3-дің 1 дәрежесі бізде 3 болып тұр. Енді V2, V1-ді табатын формуланы жазатын болсақ, Ванков ережесі бойынша 200-ден T2 бізде 200 болып тұр, T1 150,
азайтып 10-ға бөлгенде 50-де 10 қатынасы шығады да 3-тің 5 дәрежесі болып кетеді. 3-тің 5 дәрежесі бізде 243 есе. Яғни есептің жауабы 243 есе болып саналады. Осымен біздің барлық тапсырмаларымыз аяқталды. Видео пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.